Ассалаумағалейкум құрметті әріптестер. ТО-да және де ИП-да пенсионный, социальное отчисление, басқа да налогтар, вид страхования төлегеннен кейін оның дұрыс төленген төленбегендігі, яғни ода налоговый задолженность бар жоғын білу үшін осы сайтқа кіріп, осы жерін басамыз. Сведения об отсутствии наличия задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов деп тереміз. Яғни осы жерге бейінді тереміз. Қазір міне бір организацияны қараймыз, яғни бір ТО-ны. Міне қарасаңыздар, итоговый задолженность бюджет 0 теңге, барлығы 0 теңге, пенсионное отчисление 0 теңге, по состоянию на 28 февраля 2023 год 0 теңге, орган УГД по городу Ақтөбе 06-18 деп көрсеткен. Медицинское страхование, социальное отчисление барлығы 0 деп тұр. Яғни бұл уақытылы төленген, немесе жұмыс жасамайтын ТО болуы мүмкін. Көп жағдайда уақытылы төлеп тұрсаң, пенсионныйды уақытында, социалийді уақытында, налогтарын уақытында төлеп отырсаң, ешқандай да налог пеня шықпайды. Дәл осылай көшіріп алып, осыны шығарып алуға болады. Егер сіздер тендерға, басқа нәрселерге қатысатын болсаңыздар, осыны көрсетуге болады. Осыны қарайсыздар, міне корпоративный подоходный налог, социальный налог, пенсионный фонд, профессиональный взнос, индивидуальный подоходный налог, жеке табыс салығы барлығы 0 теңге деп көрсетілген. Қарасаңыздар, міне по состоянию 2023-тің 1 мартына дейін деп көрсетілген. Барлық задолженностьтар 0. Осы жерде мұқият қарайсыздар. Осы жерде оң жаққа барып, принтерге печать батырмасын басып, печать етуге болады. Осы жерге басқа да енді теріп көрейік. ИП-сы бар, жаңағы ТО болған. ИП-ны қарасаңыздар, всего задолженность теңге 77 244 теңге 10 тиын деп көрсетілген. Задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам. Яғни пенсионныйға ол кісі 40 136,70 теңге бере жағы екен. Яғни отчетта көрсетілген. Отчетта көрсетілгеннен кейін ол пенсионный төлемеген болуы мүмкін, немесе дұрыс төленбеді. Задолженность по состоянию отчисления взноса обязательно социальное медицинское страхование, задолженность по социальному отчислению. Социальное отчисление 13 836-да 40, 832-да 40, а медицинское страхование 23 275 теңге бер жағы бар екен. Барлығы 77 244-да 10. Яғни бүгін қазір 3 март, бұл пенялар өскен болуы мүмкін. Соны печать басып, детально қарайтын боламыз, қайсыдан шығып тұрғандығы. Қарасаңыздар, поступление пенсионный 36 000, яғни 6 000 теңгеден 6 айға төлемеген, 36 000 теңге. Оны уақытында төлемегендіктен 4 136,70 тиын пеня шыққан. Барлығы 40 136,70 тиын. Және де медицинское страхование 23 275 теңге төлемеген. Ол мүмкін 6 айдікі немесе 5 айдікі болуы мүмкін. Оған әзірге пеня шықпаған. Социальное отчисление 12 540 теңге шығыпты, 5 айдікі немесе 6 айдікінің уақытылы төлемеген. Оған 1292,40 теңге пеня шығып, общий 13 282 теңге 40 тиын пеня шығып тұр. Яғни толық төлеуге қажет. Тағы да бір ИП-ны тексеріп көрейік. Бұл жақында жабылған ИП. Оны тексеріп қарасақ, барлығы задолженность бюджет 0. Орган государственных доход УГД по Аягузскому району код ОГД 710301. Яғни маған басқа да райондардан, облыстардан хабарласады. Менікі Ақтөбе облысы, ал бұл Аягөз ауданы, Семей Шығыс Қазақстан облысы. Аппарат Акима Саралкинский сельский округ Аягузского района дейді. Осыған дейін Алатау райондарын, Әуезов райондарын жапқан болатын, Алматы жақтан. Всего задолженность 0 теңге. Оны скачать басып, детально қарайтын боламыз. Мүмкін кейбір жерлерде кішкентай ұсақ тиындар ойнауы мүмкін. Оның өзі де ИП-ны жапқан кезде, немесе бір некеге қатысты тұрған кезде кедергісін келтіреді.
барлығы таза болу керек. Таза болу үшін осылай қараймыз. Қарасаңыздар, УГД Аягөз районы, яғни Шығыс Қазақстан облысы. Социальный налог 0, пенсионный налог 0. Мына екінші графа, яғни пенялар, ешқандай да пеня жоқ, пеня шықпаған. Сіздер отчетты дұрыс тапсырмасаңыздар да осы жерге налогы шығып тұрады, пеня шығып тұрады. Сол үшін налогты отчетты дұрыс тапсыруларыңыз қажет. Егер налог отчет тапсырғаныңыз келсе, осы менің каналымда видеолар бар. Және де осы менің каналыма подписка жасап қойыңыздар. Үнемі осындай пайдалы ақпараттарды тегін шығарып тұратын боламын. Егер ризашылықтарыңызды білдіріп, қолдау білдірем десеңіздер, подробности о канале деген кезде менің қолдау номерім бар. Соған қолдау жіберуіңізге болады. Тағы да бір иінді қарап көрейік. Бұл декретке шыққан иін, яғни декретке миллион участвесі қатысып, декретке миллионмен шыққан адамның ИП-сын тексеріп жатырмыз. Декретке қатысқандықтан уақытылы төленді, уақытылы налогтары жабылды. Сол себептен барлығы 0. Яғни сіздер ойлап қалмаңыздар, барлығы 0 болғанға бұл жұмыс жасамайтын ИП-лар деп. Бұлар жұмыс жасады, яғни декретке шықты. Алланың қалауымен аман есен. Декретке қатысу үшін олар пенсионы төледі, социальный төледі, және ол төлегендерін налоговый отчетта міндетті түрде көрсетті. Олар көрсетіп тапсырдық. Олар уақытылы төлегесін, яғни налоговый отчетта қалай көрсеттік, дәл солай төледік. Төлем жасағасын барлығы 0 болып көрсетіліп тұр. Тағы да бір ер адамның ИП-сын қарайық. ИП-сы барлығы 0 болып тұр, ешқандай задолженность жоқ. Құрметті достар, егер менің видеоларым ұнап жатса, лайк, комментарий басып қойыңыздар, және де комментарий жазып, подписка істеп қойыңыздар. Сонымен қатар поделиться батырмасын басып, достарыңызға, группаларға жіберіп қойыңыздар, себебі бұл тегін пайдалы ақпарат. Ал кейбір мекемелер, кейбір адамдар бұны ақшаға істейді, қызмет көрсетеді, яғни халық білсін пайдалы ақпаратты, тегін ақпаратты. Мына жерде скачать батырмасын басып, мүмкін төленген пенялар болса, осы жерде шыққан пеня және төленген пенялардың барлығы шығып тұрады. Дәл осылай қарап шығасыздар. Комитет государственных доход Министерства финансов Республики Казахстан. Мен 1 мартқа дейін. Дәл қазір мен видеоны 3 март күні түсіріп жатырмын. Егер иін-бейінді дұрыс термесеңіздер де дұрыс шықпайды. Ал егер дұрыс терсеңіздер, міндетті түрде осындай болып шығады. Қарасаңыздар, подробный батырмасын басып, всего задолженность 77.244 теңге. Тағы да подробный басып, қайсыдан қалай шығып тұрғанда қарауға болады. Пенсионныйда шығып тұр, пенясы шығып тұр, социально-медицинский страхование шығып тұр. Оған пеня жүрмеген. Егер сіздер осылай қарауда қиынсынып жатсаңыздар, маған СП кілт жіберсеңіздер, мен тапсырып беретін боламын. Менің WhatsApp номерім барлығы осы YouTube каналында подробный о канале деген жерде барлығы жазылған. Егер осы ақпараттарға және де басқа видеодағы ақпараттарға риза болдым, тегін таратқаны үшін, тегін айтып берген үшін де риза білдіріп жатсаңыздар, ризашылық білдіріп жатсаңыздар, номерге қолдау білдіруге болады. Номерді көрсетіп кеттім. Және де каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойды ұмытпаңыздар. Группаларға, чаттарға басқа да суреттерді тегін таратып жатырсыздар. Осындай пайдалы ақпаратты да тегін таратып қойыңыздар. Поделиться батырмасын басып. Сіздерге көп рахмет. Көбісі айтып жатады, ИП-ны аштық, осындай доход болды, бірақ налогын төлеген жоқпыз. Пенясын қалай қараймыз? Осы пенясын дәл осылай қарайсыздар.